Отандық кәсіпкерлер шетелдік өнімге бәсекелес тауар шығарып, ішкі нарықты өз ырқына алмақ. Елорданың іргесінде тұрған Макинск құс фабрикасы қуаттылығын арттырды. Енді кәсіпорын жылына 56 мың тонна өнім өндіреді. Бұл өткен жылдағыдан 2 есеге жоғары. Осының арқасында нарықта шетелдік құс еттерінің үлесі азаяды. Отандық кәсіпорын ішкі нарықтың 70%-ын өз өнімімізбен жаулап алмақ. Ақмола облысындағы ең ірі тауық фермаларының бірі Макинск кентінде орналасқан. Мұнда жылына 25 мың тонна құс еті өндірілетін. Биыл кәсіпорын өндірісі ұлғая түсті. Жаңа бройлер алаңдары пайда болып, жемдейтін цех пен инкубатор мен зауыт пайда болды. Енді ферма жылына 56 мың тонна тауық етін өндіреді. Мақсатымыз өндірісті 5 есеге арттыру. Алдағы уақытта жылына 350 мың тоннаға дейін құс етін өндірмекпіз. Бұл 2027 жылға дейін арналған жұмыс жоспарымыз. Осының арқасында біз сұраныстың 50%-ын жабатын боламыз. Макинск тауық фермасы жаңа жұмыс үрдісімен ерекшеленеді. Жұмыс жоспарға сәйкес ол 2 кезең бойынша іске асты. Біріншісі тауық фермасының құрылысы, екіншісі оның қуатын арттыру. Жобаның екеуі де Бәйтерек холдингінің ерекшелес құрылымы Қазақстан даму банкі қаржыландырды. Жобаның негізгі көздегені импорттың орнын басу. Тағы бір мақсатымыз әлеуметтік спектр, яғни жаңа жұмыс орындарын құрып, аймақты дамыту. Фабрикада осы күнде Макинск мен маңындағы елді мекендерден 100 адам жұмыс істеп жатыр. Жақында кәсіпорын қосымша жұмыс орындарын ашуды көздеп отыр. Макинск құс фермасының екінші кезеңін іске қосу арқылы біз қосымша 570 адамды жаңа жұмыс орнымен қамтимыз. Болашақта шамамен 1,5 мың адамды жұмыспен қамту жоспарда бар. Жоба қуаттылығы жылына 56 мың тонна құс етіне жетеді. Кейіннен Макинск құс фермасы жылына 100 мың тоннаға дейін тауық етін шығарады. 2022 жылға қарай Макинск құс фабрикасы ішкі нарықтың 40%-ын өз өнімімен жаппақ. Қазірдің өзінде кәсіпорынның үлес салмағы 22%-ды құрайды. Фабрикадан шыққан құс еті Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстан облыстарына жеткізіліп жүр. Келер жылы өнімді Қостанай мен Алматы өңіріне шығаруды жоспарлап отыр. Асылбек Данияр, Думан Мұхаммедкәрім, Агдана Сабыр, Бағлан Жанғосин, Астана Таймс.